Hello, my dearest. How are you? I'm gonna to talk you English plus 5th grade students book at page 110. Сәлеметсіздер ме менің қымбатларым және жақсы адамдарым. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге English plus 5-ші сынып students book 110-ші бетті талқылайтын боламыз. Ғалымдардың зерттеуі бойынша негізі адамға 1% талант беріледі екен. Ал 99%-ын адам еңбек ету арқылы ғана жетістікке жете алады екен. Керемет талантты тұлғалар болады, мысалға Димаш Құдайбергенов сияқты. Бірақ мұндай адамдар 1000 адамның ішінен біреу ғана болады деген ойдамын. Дегенмен ізденіп, көп оқысақ, білім алсақ, жұмыс жасасақ, сіздер де сондай жетістікке жете аласыздар. Керемет тұлға иесі болатындарыңызға кәміл сенімдімін. Ал олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Now exercise 1. Complete the sentence. So there is given necessary words in the box. Fairy ертегі, poem поэма, legend аңыз, crime қылмыс, horror қорқынышты, classic классикалық, comic комедиялық, комик күлкілі деген сияқты. Play кейде пьеса, кейде сөйлем мағынасына қарай роль ойнау деген мағынаны білдіреді. Ал сөздердің мағынасын біліп алдық, енді тапсырмаларды орындайық. Frankenstein and Dracula are horror stories. Алдар көсе is a fairy tale, ертегі. Black of my eye is a poem by Абай Құнанбайұлы. Көзімнің қарасы, яғни Абай Құнанбайұлының поэмасы. Hamlet is a play by William Shakespeare болады. X-Men is a famous Marvel comic book. David Copperfield is a classic novel by Charles Dickens. The Hound of the Baskervilles is a crime novel about Sherlock Holmes. Қобыланды батыр is a famous Kazakh legend. Now exercise 2. Put the words in the correct order and answer the questions. Яғни берілген сөздерді орындарына қойып, сұраулы сөйлемді жасап, және сұрақтарға жауап беру қажет. Сразу жауаптарын айта берейін. What's your favorite story? Қозы көрпеш and Баян сұлу. Why do you like it? This story is a love story of two young people. Who is the hero? Hero of the story is Қозы көрпеш. Where is the location of the story? East of Kazakhstan. When does the story take place? The story take place in 13th and 14th century. Which character do you like? My best character is Баян сұлу. How many times have you read it? I have read 4 times in my childhood. Now exercise 3. Complete the sentence with the correct words. I tidy my hair with my comb. Яғни мен шашымды тарақпен тараймын. I cut bread with knife. Нанды пышақпен бөлеміз, кесеміз. I wear around my waist. Яғни мен беліме айналдыра нені тағамын, яғни белдікті, belt болады. I wear in my hair, яғни мен шашыма ободок, заготовкалар тағамыз. I wear around my neck, яғни мойныма мен алқа тағамын. Яғни neck leg болады. Exercise 4. Match the verbs with the correct words A to F. Start a job, graduate from college, take an exam, get married болады, яғни тұрмыс құру. Go to school, мектепке бару. Be born, яғни туылу. So exercise 5. Write the verbs in the past simple. Complete the sentence with the correct verbs. Яғни төменде берілген етістіктерді өткен шаққа айналдырып аламыз. Love, loved болады. Grew, grew болады. Asked, be, was, were болады. Climb, climbed. Spread, кей жағдайда spreaded. Leave, left. Cut, cut болады. Астында төменде сөйлемдер берілген, сол сөйлемдерге осы
Өткен шақтағы етістіктерді қолданып сөйлемді толықтырамыз. Kozu and Bayan's parents were friends. Her father was angry when she did not agree. Kozu and Bayan loved each other. Bayan left her coat on a mountain. Bayan asked Kodar to bring water from the well. The story spread across the story. They grew up in different places. Kodar climbed down the well. So exercise 6, write questions and answers about the sentence. Яғни үлгісі көрсетіліп қойған, төмендегі берілген сөйлемдерді енді сұраулы сөйлемге айналдырып және қысқа жауап беру қажет. Сұраулы сөйлемде did көмекші етістігін қолдану арқылы жасаймыз. Мысалға қарасаңыздар, did қозы rescue, яғни ed жұрнағы жалғамаймыз, себебі did-ға өтіп кетеді ed жұрнағы. Яғни did қозы rescue Сарыбай деп жазамыз. No, he didn't. Did Карабай die before Kozu was born? No, he didn't. Did Bayan drop a knife? No, she didn't. Did Kozu cut his hair? No, he didn't. And did Карабай murder Kodar? No, he didn't. Did Bayan follow Kozu? No, he didn't. Did Kozu and Bayan get married? No, they didn't. Exercise 7. Complete the question. Яғни бұл жерде жауаптар берілген. Сол жауаптарға қарап сұраулы сөйлемдерді толықтырып жазу қажет. Where did she live? She lived on the steps. Who did she want to marry? She wanted to marry a young prince. When did they leave village? They left the village in the night. Why they want to leave? They wanted to escape from the evil warrior. How did Prince rescue the prince and her father? He climbed up the castle walls. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.